Ендігі кезекте ең бірінші бастапқы сөз айтатын болсақ, біз 2016 жылдан бастап экологиялық қозғалыс құрып, сол кезден бастап осы халықтық экологиялық партия құрамыз деген өзіміздің мақсатымызды айтып жүрдік. Бірінші біздің ұйымдастыру комитетінің отырысы 2019 жылы 19 наурыз күні өтті. Және де біз осы уақытқа дейін яғни 9 рет әділет министрлігіне құжат өткіздік. Шыны керек, жаңағы құжаттарымызды қайтарған кезде белгілі бір, бұл айтқанда жалпылау емес, бір субъективті кемшіліктер іздеп, сонымен қайтарып беріп отырды. Бұл енді әділет министрлігінің заңсыздығы деп ойлаймыз. Бүгін енді жаңа министр Қанат Мусин тағайындалды. Президент өзінің жаңа жолдауында айтты, жаңа партиялы, көп партиялы мемлекет болуымыз керек деді, халықтық партиялар тіркеуден өту керек деді. Міне, енді осы сөзден кейін міне біздің бүгінгі күн тәртібімізді бастайық. Күн тәртібіміз ұйымдастыру комитеті, халықтық экологиялық партия байтақтың құжаттарын дайындау үшін ұйымдастыру комитетінің отырысы өтеді. Модератор мен боламын, Азаматхан Әміртай менің атым, экологиялық альянс төрағасы болып қызмет атқарамын. Біздің қысқаша бағдарламамызды сіздерге оқып өтеміз. Енді біздің платформа бағдарлама ол үлкен жасалған. Біз енді экономикамызды, әлеуметтік жағдайды дамыту үшін нақты мақсаттар бар. Сол мақсаттарға қандай механизммен жететін біздің жолының бәрі ол платформада жазылған. Бірақ мына біз сіздердің алдарыңызда қысқаша біздің бағдарламамызды жеткіземіз. Бірінші, міне бастайық. Міне манифестті оқып берейін сіздерге. Одан кейін қазақшасын, одан кейін орысшасын. Халықтық экологиялық байтақ партиясы. Манифест. Тірлік түбі бірлік. Бостандық, әділдік, ынтымақтастық. Бостандық ол әр адам мен азаматтың бойындағы табиғи құбылыс. Ол тек басқа адамдарға да тән. Сондай-ақ бостандық арқылы ғана шектеле алады. Сондықтан оны әр адам тек өзімнің ғана жекеменшігім емес, ортақ құндылық деп қабылдауы керек. Әділдік ол әлеуметтік теңдікті көздеген барлық әлеуметтік қауымдастықтарға тән табиғи заңдылық. Сондықтан билікті жекешелендіруге болмайды. Ол тиранияға әкеледі. Яғни биліктің адамдардың құқығын да, заңдарды да жекешелендіруге қақы жоқ. Ынтымақтастық ол әр түрлі көзқарастағы адамдарды біріктіре алатын, бәріміз түсініп, кімні сөйлеп жатыр мына жерде? Кім? Өшіріңіздерші дауысына. Мешай. Кім? Все, жақсы. Все. Ынтымақтастық ол әр түрлі көзқарастағы адамдарды біріктіре алатын, бәріміз түсініп қабылдаған ортақ құндылық патриотизм мен гуманизм. Ол өз отанымыз бен туған табиғат, оған деген шынайы махаббат. Бірлік ол ортақ мақсат пен мүдде үшін халықтың топтасуы. Яғни бірлік адамдар бір-бірінің жай жанында өмір сүрген кезінде емес, олардың тағдырының бір болған кезінде келеді. Біздің мақсатымыз әлеуметтік әділеттілік, мемлекеттің басшысының шешімдеріне жекелеген шенеулер мен олигополия тарапынан саботажды көріп отырмыз. Сондықтан біз президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа отан алдында тұрған қиындықтарды бірлікпен жеңу үшін көмектесуге дайынбыз. Біз байтақ халықтық экологиялық партиясын құрамыз. Адам мен табиғатты зиянды заттар мен ластап жатқан кәсіпорындардың қоршаған ортаға әсерін бағалау үшін эксперттердің зерттеуін талап етеміз. Қазақстанның табиғатына, халқының денсаулығына келген зиянды өтеу үшін әр кәсіпорын меншігі эмитенттерден сот арқылы төлем талап етеміз. Біз эмитенттердің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызметін бақылаймыз.
біздің ұран таза ауа, таза су, таза жер, таза адамдық қарым-қатынас. Біздің талаптарымыз Қазақстан халқына және табиғатына келген зиян өтелуі керек. Олигархтар, кәсіпорын иелері, эмитенттер Қазақстан халқына келтірген экономикалық және экологиялық залалдарды өтеуге міндетті. Елдің бар байлығы халықтікі, ел мен жердің иесі де, киесі де халық. Здравствуйте, уважаемые друзья! От лица Народной экологической партии «Байтак» мне выпала честь прочитать манифест. Осознанная взаимозависимость. Свобода, справедливость, солидарность. Свобода – это естественное право каждого человека и гражданина. Она может быть ограничена только такой же свободой другого человека. Поэтому ее следует понимать исключительно в позитивном направлении и нельзя понимать как вседозволенность. Справедливость – это естественный закон социальных сообществ, предполагающих социальное равенство на основе меритократии. Поэтому узурпация власти недопустима. Это ведет к тирании. Следовательно, правительство не вправе приватизировать себе ни права людей, ни законы. Солидарность через осознанную взаимозависимость на основании ценностей, способных объединить людей с разными взглядами, патриотизма, гуманизма, любви к своей родине и родной природе. Осознанная взаимозависимость – это состояние, когда народ сплочен ради общей цели, когда они не рядом, а вместе. Наша цель – социальная справедливость. Достижение такого уровня общественных отношений, при котором состояние человека будет соответствовать наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, а также своей востребованностью обществом и самореализацией. Мы видим саботаж решений главы государства со стороны отдельных чиновников и олигополий. Мы готовы помочь президенту Токаеву сплоченными усилиями преодолеть стоящие перед страной вызовы. Мы создаем народную экологическую партию «Байтак». Мы требуем проведения экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду предприятий, эмитентов загрязнений, вредных для человека и природы. Мы требуем взыскания через суд с каждого владельца предприятий, эмитентов для возмещения нанесенного ущерба природе и здоровью населения Казахстана. Мы будем осуществлять мониторинг деятельности предприятий, эмитентов в целях защиты окружающей среды в интересах каждого казахстанца. Наш лозунг – чистый воздух, чистая вода, чистая земля, чистые человеческие отношения. Наши требования – ущерб народу и природе Казахстана должен быть возмещен. Олигархи, владельцы предприятий, эмитентов должны компенсировать экономический и экологический ущерб, нанесенный народу Казахстана. Богатства страны принадлежат нам всем, народу. Құрметті ағайын, құрметті әріптестер, енді бұл біздің халықтық экологиялық партия «Байтақтың» бағдарламасы. Бұл бағдарламаны біз халықтық экологиялық партияны құрылуына дауыс берсек, құрылып, құжаттары дайындалып, әділет министріне өткізілу керек. Кім қолдайды? Қолдарыңыз көтерсеңіздер. Кто за создание экологической партии? Я вижу все за единым голосом. Все, жақсы. То есть, екінші, кім қарсы? Кім қарсы? Қарсы ешкім жоқ. Қалыс қалғандардан кім бар? Жоқ. Былайша айтқан кезде енді жалпы халық толық дауысын берді. Халықтық экология партия құрылсын деп баршаңызға рахмет. Енді үшінші мәселе, біз құжаттарымызды әділет министрлігіне өткіземіз, ақпаратты сіздермен барлықтарыңызды бөлісіп отырамыз. Бұл мына формальный жағы протокол жасалады, сіздердің барлықтарыңыздың қолдарыңыз жиналып әділет министрлігіне өткізіледі. Рахмет баршаңызға. Формальный часть бітті деп есептейік. Енді екінші бөліміне көшеміз. Екінші бөлімі бұл дискуссия, обсуждение.
Дискуссия, обсуждение. Осы Бір бойынша. ауыз айтайық азаматтар. Қазір өшірді дауысын. Дауысын өшіріңіздер. Иә. Құрметті ағайын, құрметті әріптестер, бұл жерде ең басты мәселе біз партия құру туралы заңы бар. Сол заңдағы протоколдық мәселесін формалдық жақсы ұстануымыз керек. Сол бөлімін біз бітірдік. Енді екінші бөлімі бұл обсуждение, дискуссия мәселесі басталады. Осы мәселеге байланысты біздің міне қоғам қайраткерлері арамызда қатысып отыр. Біз рұқсат болса, бізде тізімі бар сөйлейтін адамдардың, араларыңызда сөйлейін деген адам болса, бізге ақпаратты жіберіңіздер маған WhatsApp-қа. Бірақ бірден сіздерге айтайын. Регламент 3 минут. Регламент сөйлеудің, сөздің. Нақты ойларыңызды жинақтап, нақты ойларыңызды айтыңыздар. Негізгі мақсат халықтық экологиялық партия қаншалықты біздің мемлекетімізге керек бүгін күні. Осы сіздер ашып айтуларыңыз керек. Енді бірінші сөзді рұқсат болса, бүгін біздің жаңа қоғам қайраткерлері жаңағы белгілі бір мәселелермен қатыса алмай қалып отыр. Сол арамызда міне Қазақстанның қоғам қайраткері, мемлекеттік қайраткері Ирақ Қасымұлы Елекеев қатысып отыр. Рұқсат болса, бірінші сөзді Ирақ Қасымышқа берсек. Регламент Ирақ Қасымыш 3 минут өзіңіз. Қай тілде сөйлейін? Қазақша ма, орысша ма? Қазақша айтыңыз, орысша, екі тілде. Бұл осы партия құруына бір себепкер болған азаматтың бірі ретінде айтайын. Осы азаматқан баламыз, ініміз осы мәселелерді көтеріп. Соған байланысты мен біраз азаматтардың басын қостым. Қолымнан келгенше. Олжас Сүлейменовті, Тоқтар Аубакировті, Қасым, Сабыр Қасымовты, тағы да басқа азаматтарды басын қосып, болашақта бізде осындай партия құрылса, қолдайсыздар ма? Деп мен ұсыныс бердім. Соны әрі қарай азаматқан өзі алып кетті. Бүгінгі күнде бұл керек нәрсе. Басқа мемлекеттерде бар. Парламентте жоқ болса да, бірақ бар. Осындай бар. Халыққа. Халыққа, бұл жақта да халық отырған. Сол себептен. Қаттырақ сөйлесейші. Енді микрофон қайда екен, қайдан білейін мен? Микрофон тұр, сөйлей беріңіз қатты. Сондықтан осы партияның құрылуына үлес қосып, мен де қатысып отыр. Мен қолдаймын. Бұл жерде қазір заңға байланысты өзгерістер туы мүмкін. Сіздер бұрын арыз жаздыңыздар, байтақ болашақ деп. Енді әділет министрі тапсырады, әрбір осы партияның мүшесі өзінің арызын жазу керек. Тіркелу үшін. Осыны ескеру керек. Себебі мен бұны неден шығарып отырмын бұны? Кешегі Аманат деген Нұр Отан партиясы болды. Аманат деп атап жатыр. Ертең олар қателік жіберу мүмкін осының барлығына. Біз ол қателікті жібермеуіміз керек. 20 мың адам дауыс жинаймыз ба, жинамаймыз ба? 1 мың адам жиналысқа жиналу керек. Осының бәрі ескерілу керек. Мені егер де осының бәрі азаматқан қолға алып, мен айтайын, осыған байланысты. Партия тіркеліну керек міндетті түрде. Себебі кешегі қаңтар жағдайы. Егер партиялардың бәрі тіркелген кезде, бұнда жағдайға әкелмесе тек менің ойым бар. Дұрыс айтасыз. Міне, егер де олар мойындарына жауапкершілік алу керек. Құр айқайдан басқа. Егер жауапкершілік партия мүшелері алған кезде, жаңағыдай араларымызға жаңағыдай
өрт салушылар болмас еді деген менің өзім ойым. Сондықтан болашақта бұл партия тіркеліну керек. Өзінің жаңа халықтық партия деп жатсыздар ғой. Соған байланысты жаңа жалғыз экология мәселесі емес, және әлеуметтік мәселелерді қамту керек деп мен ойлаймын. Сол себептен осындай өзгерістер енгізіп, осы ұсыныс беріп жатқандарыңызды мен қолдаймын. Енді ол менің қолдағандағы айтайын дегенім, халық арасында біз үгіт жұмыс жасауымыз керек. Мен жақын арада осы 2 облысқа барып келдім. Осы 2 күн болды келгеніме. Маңғыстау, Атырау. Соның кезде бір экологиялық мәселе бойынша үлкен бір жиналыс болды, конференция. Естеріңізде бар шығар, кезінде Әшімжан Ахмет деген азамат бір комитеті болды, экология комитеті. Соған Есенов атындағы университетте арнайы конференция болды. Сода мен просто жай мұғалімдерге, студенттерге сұрақ қойдым. Осы экологиялық партия керек па? Осыны кім басқарып жүр деген кезде, жаңа мен телесөзді атамайды уже. Азаматхан да атап жатыр. Сондықтан халық есімде бар деп ойлаймын Азаматхан. Енді бұл бір партияның адам болмау керек. Ертең Жириновский өлсе, оның партиясы құриды. Бұл партия болу керек, қоғамдық пікір, әртүрлі қоғамдық пікірдер жиналған азаматтар. Экологияға жан беретін азаматтар болу керек. Сондықтан осыны қолдап арнайы келіп отырған себебім сол. Себебі мен осы партияның болашақта үмітім бар, партия болатынына ешқандай күмәнім жоқ. Әділет министрлігі де бүгінгі ертең әлгі 16 күні үндеу дейме әлде саяси бағдарламамен шығайын деп отыр ғой президент Тоқаев. Осы мәселе қозғалады деген менің өзім үмітім бар. Көп партиялы партия мемлекет болса, біз алға жылжимыз. Әртүрлі көзқарастар болсын дейміз. Осы отқа дейін бәріміздің көзқарасымыз, бірақ Нұр Отан партиясымен қазіргі оппозиция деп қолдан жасап отырмыз ғой. Ақжол партиясы самдері ол оппозиция емес, ол жаңағы Нұр Отан партиясының бір бөлімі деп айтуға болады. Сондықтан бұл партия, Тоқаевты қолдап жатқандарың дұрыс шығар, бірақ әр ненің өзінің ерекше жолы болу керек. Дұрыс айтасыз. Ирақ Қасымұлы, сізге үлкен рахмет. Ойыңызды шын жүрекпен бөлістіңіз, шынайы айттыңыз. Біздің партияның ұстанымы шынайылық болады, ең бастысы. Біз деген жаңағы зубрилка, тағы басқа, ол бізге керек емес, біз ол жүйені білеміз, сондықтан бізге шынайылық керек. Енді екінші сөзді рұқсат болса, қоғам қайраткері, мемлекеттік қайраткер, мынау саясат тану дейміз ғой, саясат тануды ғылымының Қазақстандағы ең мықты білуші, оны іспен де, жұмыспен де көрсеткен Дос Мұхамед Нұрахметовке сөз берсек, рұқсат болса. Ассалаумағалейкум бәріңізге, халық, отырған достар, пікірлестер, әріптестер. Мынау бүгінгі құрылғалы отырған партия кездейсоқ емес. Мен осының алғы шарттарына, яғни Невада Семей қозғалысының құрылуына да жиналысына қатысып сөз сөйлеген едім. Сол күннен бүгінгі партияның, яғни құрылуы жиналысына дейін қатысып отырмыз. Себебі ол кездері Невада Семей ешқандай партия жасамаған істі жасаған еді. Ал қазір ондай келеңді істерді жасау үшін партия болуға заң бойынша шарт болды. Яғни бұрынғы кезеңде қазіргі кезеңнің айырмасы саяси жүйені өзгерту керек болып отыр. Ал саяси жүйені өзгерту үшін, яғни бір партия емес, көп партиялық керек. Бұрын мен айттым, сен жаса деген принцип болатын. Ал қазір адамдар өздері қосымша бірігіп, сол іске жұмыла кірісу керек. Ол екіншіден айтайын дегенім, бүгінгі талай адам пікірлерін айтар, бірақ қазіргі
бүгінгі отырыстағы пікіріміз ішіміздегі шерді тарқату емес, осы қолға алған істі қалай дұрысырақ, қалай дәлірек, нақтырақ іске асырамыз. Яғни бірінші адым партияның құрылуы, екінші адым оның тіркелуі, үшінші адым оның сайлауға қатысуы. Олай болатын болса, қазіргі ой пікірімізді осы жүйеге көшірейік. Бұл саяси ұйым қазіргі кездегі негізгі дүние, жоғарыда айтып өткенімдей, ол саяси жүйені өзгерту. Осы жерден орысшаға көшейін. Мен де аздыгем орысша білетінім. Самым главной целью является изменение политической системы. Из системы монополий во всем, монополий в политике, монополий в экономике, монополий в социальной жизни, монополий во всем, переходим к многопартийности, созданию среднего класса. Именно средний класс является основой экономики даже Америки. Не олигархи являются основой. Поэтому защитниками, это показывает и события в Украине и в других, основными защитниками Отечества являются простые люди, средний класс и патриотично настроенные граждане. Поэтому надо их усиливать в первую очередь, а не усиливать тех, которые и так сильны в чем-то. Поэтому недопустимо любым банкам оказывать содействие, если частным банкам, если они банкротятся, зачем им надо отдавать государственные деньги? Потому что как таковых системообразующих банков в Казахстане как таковых не существует. Любой банк может заменен другим таким же банком. Это их проблема. А Казахстану надо укреплять свою государственность, своих граждан, потому что только сильные граждане являются основой сильного государства. Без сильных граждан нельзя построить сильное государство. Без современно мыслящих людей, без мыслящих людей по-новому нельзя построить новый Казахстан. Поэтому я призываю, поддерживаю появление на политической поле главной и одной из главных, я думаю, идеологических партий, потому что до сих пор партии все организованы по принципу личности. Как только сказал Ирак Касымович, есть лидер, есть партия, нет лидера, нет партии. А партия во всем мире как таковое является идеологическим инструментом. Оно объединяется люди на основе идей, а не на основе денег или на основе любви к какому-то отдельно взятому человеку. Поэтому экология – это идеология. Является только несколько таких идеологий, которых могут сейчас сплотить народ Казахстана. Один из них – это идея экологии. Поэтому, не говоря уже о других партиях, не критикуя их и не поддерживая никого, хочу только одно сказать. Именно экология является одной из идей, которые способны объединить всех нас. Поэтому всех благодарю. Досеке, сізге үлкен рахмет, ойыңызбен, біліміңізбен, тәжірибеңізбен сіз мына жерде ой шынайы айттыңыз. Ол енді расымен бізде басқа жол жоқ. Біз саяси дағдарысты дұрыстау үшін, саяси дағдарыстан кету үшін бізге міндетті түрде халықтың ойы, уәжі, назы билікке жететіндей мүмкіндіктер жасау керек. Ол тек қана партиялық жолмен. Енді келесі сөзді рұқсат болса Алматыны қоссақ, міне біздің арамызда ғалымдар одағының президенті Оразалы Сәбден мырза қатысып отыр. Ол кісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, жаңағы әртүрлі экономикалық мақалалары әлемдік журналда шығып жатыр. Білімі де, тәжірибесі де үлкен, 4 рет парламент
депутаты болған, ең былайша айтқан кезде кезінде Нұрсұлтан Назарбаев президент болған кезде парламентке шақырып жекпе-жекке шақырған бір ғана депутат болды. Ол осы Оразалы Сәкен. Бұл кісінің рухы да, батырлығы да, мен бұл кісіге өте қатты сенем, өте құрметтеймін. Рұқсат болса, Оразалы мырза, өз сөзіңізді айтсаңыз. Ал енді көп мақтап жібердің азаматқан, мынау бүгінгі біз енді бұл жерде отырған Ирак екеуміз ғой деймін, үлкеніміз. Сондықтан мына үлкен ақсақал ретінде біз сендерге осы үлкен алдағы партияға ақ жол тілемекшімін. Мен білем, талай жыл бойы азаматқан күні түні жұмыс істеудесің. Былай айтқанда, я как чемпион машин спорта хочу сказать, сен всегда в форме был. Міне 4-5 жыл бойы осы мәселемен айналысып келатсың, мен білем. Талай рет кездестік. Алматыда конференция өткіздік. Міне сондықтан қазір мынау қарап отырмын, аймақтарда талай азаматтар тыңдап отыр, қыздарымызда, ұлдарымызда. Мен осы аймақтардағы азаматтарға, патриоттарға үлкен рахмет айтқым келеді. Осы Қазақстанның экологиясын көтергіміз келетін туралы. Ал бүгін енді былай басы ашылды, партия, қоғам ұйымынан партия құрылып отыр. Бірінші мәселе айтайын дегенім, партия тіркелу керек. Міне осы партия тіркелу керек. Себебі билік көп жылдар бойы бірде-бір партияны осындай үшін тіркеген жоқ. Бұл мынау автократиялық, бюрократиялық жүйе деген сөз. Кешегі қаңтар оқиғасы. Содан кейін бар, егер жаңа өзгеріс болмаса, партиялар тіркелмесе, онда іс насырға шабады. Халық енді бір көтерілсе, бәрі кетеді. Осыны билік түсіну керек, тез арада партияларды тіркеу керек. Әңгіме біздің бір партияда болып тұрған жоқ. Әңгіме қоғамдық партиялардың бәріне тіркеуге мүмкіндік беру керек. Халық шешеді, кімнің қайдан кетеді екенін. Сол себептен мен айтайын деген бүгінгі жиналыстың бір қорытындысы ретінде президенттің атына осы азаматқа қаншалықты қашаннан бері тіркеуге бергені, қаншалық іс жасаған, осының бәрін айтып, хат жазайық. Осы отырған азаматтардың аты, Олжас Сүлейменов қайда? Сол кісінің атынан, мына Ирак отыр, біз отырмыз. Осы азаматтардың атынан президент бізді жақсы біледі, президентке хат сөйлейік, тезірек тіркеңіз деген. Бұл бір мәселе. Себебі мынау сенім кетіп баратыр қазір. Шынын айту керек. Мен экономист ретінде айтайын, қазір кедей мен байдың арасы 30 еседен асып кетті. Бұл не деген сөз? Бұл сенім билікке кетті деген сөз. Ал сенімді қалай қайтару керек? Партияның атын өзгертіп қайтармайды сенімді. Жаңа дүниелер жасап қайтарады сенімді. Міне осыдан айтайын дегенім, қазір әлемдік мәселені қозғамай қояйын. Үлкен мәселелер әлемде мынау климаттың жылуы нөмір 1, былай айтқанда. Егер 2 градусқа жылыса, Европа қалалардың көбісі 18-20 метрге шейін судың астында қалады. Міне біз енді көре алмаспыз. Мынау жастар азамат сен көресің. Бір уақыттарда Европа осы Қазақстаннан Сибирьге келетін жағдай болады. Сондықтан біздің әр қадам жеріміз қазір өте құнды. Енді осыған байланысты бір ұсыныс жасайық. Біз енді жалпы партиямен бірге осы ісін жандандыру үшін айтып отырмыз ғой қазір. Мүмкіндігінше алда партияны тіркегеннен кейін, Құда қаласа, экологиялық халықаралық деңгейде Біріккен ұлттар ұйымы бар, басқа Евросовет, басқа ұйымдармен үлкен конгресс өткізу керек. Осыны ұмытпайық. Бізде Семейден, Аралдан бастап жетіп жатыр проблемалар. Жалпы Қазақстанның экологиялық рейтингі өте төмен қазір. Ол рейтинг біздің Қытай сияқты, Ресей сияқты, ақш сияқты ауаны бұлғандырып жатырмыз өндіріс. Сондықтан бұған қазір келешекте біздің партия өте алға шығуы мүмкін, егер жақсылап жұмыс істесек. Ол үшін мынау региондарда әсіресе жұмысты күшейту керек. Мен талай осы мониторинг етіп көріп жүрмін. Мықты азаматтарды шығарып жүрсің азаматқан, саған рахмет. Енді тағы да мынау парламент ұқтап отыр.
салық жүйесі. Қазір былай, егер салықты нағыз салып, содан алған қаражатты тек экологияға жіберсек, тек экологияға, біз қатты дамып кетеміз. Осы әлі жасалмай жатыр, шынын айту керек. Өнекейін мен мынау партияның мүшелерін айтпақшын, қоғамдық ұйымның. Мынау бізге бизнес өкілдерін тарту керек. Біраз азаматтармен сөйлестік, олар айтып отыр, біз араласамыз деп отыр. Сондықтан мынау адал, байыған бизнесмендер, оларды билік байытқан жоқ, ашық айту керек. Адал бизнесмендер өздері байыды. Жарты ақшасын сол билікке берсе де, міне сол азаматтарын бері тарту керек. Сөйтіп экология партиясын қолдаса, онда бизнес партиясы болмайды уақытта. Тағы да ең соңғы айтайын дегенім, ең үлкен мәселе. Біз халыққа, әр адамға жақын болуымыз керек. Отан партиясының бюрократиялық қателігін біз жасамауымыз керек. Халықтың күнкөріс деңгейі бірінші тұру керек. Мен сіздерге айтайын, Шәкәрім атамыз айтып кеткен, кімнің бойында дейді, табиғаттан мәдениет теңессе дейді, сол қадірлі адам дейді. Міне егер біз табиғатқа мәдениетті теңестірдік білсек, міне партияда күшті болады, біз де қадірлі боламыз. Сондықтан бірінші табиғатты тазартайық, екіншісі адамның жан дүниесін, моралін тазарту керек. Қасан тартып қалды 30 жыл бойы біздің мораліміз. Міне осыны жасасақ, онда біз партиямыз алға кетер. Осы екі бағытты қолға алсақ, экологияны тазартсақ, сананы өзгертсек, қоғамды жаңғыртсамыз, халық бізді қолдайтын болады. Әлі біздің Қазақстанда бірінші партия болуға мүмкіндігіміз бар, ашығын айту керек. Себебі все начинается сейчас с чистого листа. Идет возрождение страны. Сол себептен қазір мұндай шанс бізге енді берілмейді. Қазір халық сенетін бір партияда жоқ. Болса айтсын, халық бір партияда сенбейді. Сондықтан осы кеңістікті біз алуымыз керек. Халық сенетін біреу болуымыз керек, былай айтқанда. Құрметті әріптестер, экология тезірек тіркелсін. Мен айтайын дегенім, жасасын байтақ Қазақстанның табиғаты, жасасын сол табиғат аясында Қазақстан халқы, жасасын біздің жастарымыз, келешек сіздерде, жеңіс бізде. Тек күні түні аянбай еңбек ету керек. Рахмет. Құрметті әріптестер, құрметті ағайын, бізде міне қазіргі біздің жиынымызға қатысып отыр Батыс Қазақстан облысы, Қарағанды облысы, Теміртау, Қызылорда, Алматы қаласы, Тараз, одан кейін Өскемен, Владимир Михайлович Изенюк, Өскеменнен эколог қатысып отыр. Станислав Теміртаудан қатысып отыр, міне. Сергей Пономарев, Сергей Михайлович Алматыдан қатысып отыр. Рұқсат болса, Сергей Михайловичке сөз берсек. Прошу, Сергей Михайлович. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Пономарев. Я независимый журналист, председатель экологического комитета Общественного совета города Алматы. Наверное, многие меня знают по программам «Портрет недели», «Новости», «ЖТКУН». Даже я вел программу «Армасенбором». Но ситуацию с экологией в Алматы и в стране я знаю досконально, не понаслышке. И считаю, что создание экологической партии в республике как никогда назрело. Очень и очень. Вот только за последние 2 недели я встречался с заместителем руководителя администрации президента. На прошлой неделе встречался с депутатами Мажилиса, обращался к ним, с письменным обращением вышел по поводу точечной застройки. Выступал на митинге по поводу ситуации экологической в городе, переводе ТЭЦ на ГАНОС, ужасном качестве воздуха, продажных технических осмотров, качестве бензина, которое в отвратительном состоянии, о том, что катализаторы снимаются автомобилей. Многие-многие проблемы я озвучил, и если бы это делала партия, то проблемы решались гораздо эффективнее. Сейчас совершенно верно сказал мой предшественник, что ветер перемен дует, да, как это говорили в 90-е годы. И я думаю, что пришло время создать партию экологическую Байтак-Балашах. Мы же знаем прекрасно, что во всех парламентах 8% составляет члены экологической партии.
Поэтому я двумя руками голосую за создание этой партии. Я сейчас буду подтягивать своих журналистов, коллег, главных редакторов изданий, телеканалов, для того, чтобы освещать эту тему, привлечь внимание прессы к этой проблеме, для того, чтобы партия была наконец-то зарегистрирована. Вот это то, что я хотел сказать. Большое спасибо, Сергей Михайлович. Я думаю, вот поддержка общественных деятелей, поддержка интеллигенции – это очень важно для нас. Поэтому большое спасибо. Вот мы сегодня участвуем на совещании. Участвует Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Тараз, Мангистау, Актюбе, Арал. То есть участвует примерно 15 регионов по стране. Это по законодательству необходимо 70% участия в организационном комитете. Это следующее слово предоставляю Виктору. Сәлемен сезбей, құрметті достар. Спасибо, Азаматхан, за предоставленную возможность. Я хочу извиниться, мне нужно не 3 минуты, а 5. Постараюсь уложиться. Мы создаем партию нового типа. В чем ее отличие? Вообще, слово «партия» означает «часть общества». Потому что личные интересы разъединяют людей, а ценности объединяют. Мы за общие интересы, на основе общих и понятных ценностей. Все очень просто. Этика – это то, что можно, что нельзя и что должно. И если все наши граждане страны поймут эти 3 простых слова, то у нас очень быстро наведется порядок и будет экология сознания. Мы с вами начнем думать по-другому. На сегодня мы провели достаточно большую работу. Нами выявлены проблемы во всех регионах Казахстана, связанные с экологическими нарушениями, загрязнениями окружающей среды. Но что делать? Индустриальное общество, оно завело нас всех в тупик по загрязнению окружающей среды. Крупные предприятия, олигархические схемы и так далее. Это все привело к тому, что население оказалось условия проживания несовместимое с нормальной здоровой жизнью. Нам необходимо создавать новые условия, но новые условия могут создать только большие объединения людей. Мы не за разъединение, мы за консолидацию. Наши ценности – свобода, справедливость и солидарность. Но свобода, во-первых, это свобода сознания, свобода мыслей. Но это не вседозволенность. Справедливость – это то, что на сегодняшний день мы видим, что меньшинство перераспределяет в свою сторону как минимум 80% общественных благ всей страны. Это несправедливость. Необходимо менять эту модель. Ну и солидарность. Солидарность – это новые типы экономики, новые типы мышления. Это кооперативное движение, это народные предприятия, это солидарная экономика, не олигархическая, а коллективная, где каждый получит по своему достоинству и будет жить достойно, а не выживать. Не будет больше срока дожития для пенсионеров и минимальных прожиточных минимумов, а должно быть нормальный уровень жизни. Вот. Но хочу вернуться к экологии. За последние 2 недели мы провели работу в городе Нур-Султан по защите линейного парка. Выявлены были нами достаточно интересные моменты, которые необходимо озвучивать и необходимо обсуждать. Мы видим, что органы государственного управления самолично принимают решения без учета мнения общественности и конкретно жильцов, которые проживают в том или ином районе города. Уничтожение городского парка, линейного парка, его застройка – это прямая угроза экологии. Мы и так в индустриальном обществе живем в искусственных условиях проживания. Это не природные условия. Отсюда все болезни. И поэтому люди
которые живут в бетонных джунглях, должны иметь возможность выйти и в шаговой доступности должны иметь природоподобные парки для улучшения своего здоровья. Поэтому мы боремся за сохранение любого дерева, любой территории. И считаем, что на сегодняшний день пришел момент, когда необходимо создавать Красную книгу, но не для животных, а уже для людей, для защиты людей. В этой Красной книге должны быть определены четкие красные линии, куда государство, общество и бизнес не должны переступать. И здесь вопрос не в законах, принимаемых предыдущими парламентариями, а в нормальных договоренностях между населением, обществом и государством. Бизнес не должен коррумпировать государство, государственных чиновников и отнимать парки и общественные территории у населения. Считаю, что экология – это будущее, настоящее наше, а прошлое – это уже на совести тех людей, кто принимали решения. Присоединяйтесь к нам и давайте вместе заниматься вопросами экологии, потому что та окружающая среда, в которой мы сейчас находимся, она влияет на наше здоровье, на нас, на будущее наших детей и наших внуков. Спасибо. Билік неге керек, әділдік құрмасам дейді. Құрметті ағайын, мен өзім осы елдің азаматымын, қоғамдық белсендісі ретінде экологиялық айланыстың жұмыстарын соңғы 6 жыл бойы істеп жатқан жұмыстарын байқап көріп жүрмін. Мен байқағаным, бұл жігіттер бір қалыпты, нақты бір мақсатта жүріп жатқан жігіттер. Істеп жатқан жұмыстарымен бұлар өздерінің партия болатын әлдеқашан халыққа дәлелдеген жігіттер. Сондықтан қазір осындай партияның құрылуы мемлекет үшін және ең бірінші халық үшін керек осындай партияның құрылғаны. Сондықтан мен сол қарапайым азамат ретінде осы халықтық экологиялық байтақ партиясын қолдауға келіп отырмын және өз замандастарымды да шақырамын. Біз байтақ партиясын қолдаймыз. Рахмет. Рахмет, Нұрсұлтан. Енді біз тарихқа үңілсек, Қазақстан көп мәселеде әлемде бірінші орынға шықты. Оның біресі ядролық бомба мәселесінде қаруда бәріміз білеміз. Біз енді қалай да болсақ, біздің экологиялық қозғалыс, экологиялық партияның основасы негізі сол Семей-Невада қозғалысынан келіп тұр. Сол Семей-Невада қозғалысын сол кездегі Кеңес одағының депутаты болып тұрып, әлемдік дәрежеде бұл мәселені көтеріп, Семейдегі полигонды жапқан Олжас Омарұлы Сүлеймен қазақтың тұлғасы бар. Енді бұл мәселеде біз осы жағдайды пайдаланып, халық болып президенттен сұраймыз. Олжас Омарұлы Сүлейменді Нобель лауреатының үміткері ретінде ұсынуды сұраймыз. Тағы бір енді мен рұқсат болса, енді біз регионға сөз берейік. Біз өзіміз орталық сөйледік. Бірінші сөз болып Алматы қаласы. Алматы қаласынан біздің халықаралық экологиялық фонд Nature First қосылып отыр. Исмаил Беделбай біздің партияның сояқтағы өкілеті. Рұқсат болса, кім сөйлейді Алматыдан? Исмаил, прошу вас. Всех приветствую участников с таким знаменательным событием. С организацией, наконец-то, партии. И желаю успехов в дальнейшем продвижении. В первую очередь хотел бы поздравить Олжаса Омаровича Сулейменова и весь наш народ с присвоением ему ордена французского региона. И что еще хотелось бы сказать, Азаматхан уже озвучил, сейчас я бы хотел зачитать обращение к президенту Республики Казахстан. Нет, включить надо. Включить. Исмаил, вы отключили голос. Нет.
Звук отключили. А, вот. Обратно отключили голос. Включите. Я включил, организатор почему-то отключил. Спасибо. 28 февраля 1989 года было учреждено первое в СССР общественное объединение «Международное антиядерное движение Невада-Семипалатинск», которое от имени народа Казахстана потребовало прекращения ядерных испытаний и закрытия Семипалатинского ядерного полигона на казахской земле. Инициатором создания и лидером движения выступил народный поэт Олжас Умарович Сулейменов. Инициатива международного антиядерного движения Невада-Семей в антиядерное разоружение широко известна во всем мире. Сейчас, когда мир стоит перед угрозой Третьей мировой войны и возможного ядерного противостояния, настал момент напомнить мировой общественности о мирных инициативах Казахстана. Народная экологическая партия «Байтак» обращается к вам, Касым-Жомарт Кемелевич, с инициативой о выдвижении Олжаса Умаровича Сулейменова на присуждение Нобелевской премии мира. Глубоко уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим вас оказать всемирное содействие и поддержку нашей инициативе и отдать соответствующее распоряжение Министерству иностранных дел Республики Казахстан, обратиться в Норвежский Нобелевский комитет. Исмаил, үлкен рахмет, өте дұрыс. Это, вот мы же говорим, создаем партию справедливости. Вот это историческая справедливость. Эту историю, хронологию мы все знаем, и только за счет то есть принятием вот решения закрытия Семипалатинска, за ним 5 ядерных этих центров закрылся. То есть это все инициатива Олжас Умаровича. Поэтому мы все поддерживаем. Исмаил, сізге үлкен рахмет. Ал енді келесі сөзді рұқсат болса региондарға беріп жатырмыз. Жаңа Алматы сөйледі. Екінші рұқсат болса Ақмола облысы Көкшетау. Талғат мырзаға сөз берсек. Талғат жылдап осы экологиялық қозғалысқа қызмет етіп жатыр. Су мәселесін жаңа алтын добывающий жаңа мекемелермен күресіп жүр. Жалғыз өзі. Благодарю, Азаматхан, за предоставленное слово. Уважаемые участники, представители филиала экологического альянса Байтак-Балашах в Акмолинской области. Проблемы окружающей среды в Акмолинской области, они колоссально кризисный масштаб имеют значение. Необходимо проведение цели работ по возмещению вреда окружающей среды, здоровью населения от воздействия, так скажем, недобросовестных недропользователей. Рассмотрение порядка выбора адресной компенсации населению, в первую очередь детям. Необходимо проведение ревизии на местах происхождения источников экологической нагрузки, загрязняющей окружающую среду. Необходимо также расширить соблюдение единой экологической политики. Также, как имеется практика в городе Степногорск, Степногорского региона Акмолинской области, имеются факты уголовного преследования, что необходимо внести поправки в Уголовный кодекс, именно в статью 174 Уголовного кодекса. Именно данная статья, по данной статье имеется уголовное преследование лиц, экоактивистов. Необходимо повышать роль международных стандартов, повышать активную роль. Повышение роли архунских центров, соблюдение международных стандартов конвенции. Я хотел сказать о том, что имеется опыт в Шортандинском районе, также в Степногорском регионе, а также в Бурабайском районе имеется экологическая нагрузка по недропользованию. Это переработка, так скажем, хвостохранилищ, техногенных минеральных образований, запыление, повышение выбросов в атмосферный воздух. А также необходимо контролировать водные источники. То есть от промышленной деятельности зависит питьевая вода, потребляемая населением. Это содержание в них солей тяжелых металлов. Их нужно исключать. Население имеет
различные заболевания. Это вот приводит к онкологии. Поэтому надо всем объединяться, проводить необходимую работу по сохранению окружающей среды. И мы поддерживаем по созданию Народной экологической партии Байтак. Ал кезекті сөзді рұқсат болса Павлодар облысынан келіп отырған Хочу обратиться к народу Республики Казахстан в том, что экология, в первую очередь, это наше здоровье. Только что Павлов сказал, да, действительно, любой диагноз, поставленный сейчас в больнице, если рассматривать ТУГНЕТ, то это говорит о том, что все болезни от экологии. Поэтому создание экологической партии в Республике Казахстан является необходимым. Поэтому я обращаюсь к народу Республики Казахстан в первую очередь. И во вторую очередь обращаюсь к действующему президенту Касым-Жомарт Кемелевичу о просьбе регистрации партии, экологической партии Байтак. Все юридические и другие моменты мы будем, согласно закону, будут соблюдены, просто здесь нужна политическая воля. Теперь по региональным присутствующим на сегодняшнем собрании хочу сказать, проблемы экологии присутствуют в каждом регионе. Я хочу обозначить проблемы нашего региона и те победы, которые на сегодняшний день были сделаны в нашем регионе. В прошлом году проблема ртути с загрязнением реки Иртыш. В прошлом году к юбилею 30-летия Республики Казахстан, 30-летию закрытия Невада полигона Семипалатинска, 100-летию Ашаршылыкка и другим круглым датам мы на территории города высадили первые саженцы дуба. Этими дубами корневой системы мы намерены остановить подземные воды, которые вперемешку с тутью с реки озера Балкандак идут к реке Иртыш. На сегодняшний день мы выбили от акимата города 110 гектар для посадки парковой зоны с саженцами дубов. Также мы назвали этот парк Емен Сархал Ормана. Второе, я обращаюсь к президенту Касым-Жомарту Кемелевичу о том, строительство газопровода с этого года, 2022 года, начать строительство газопровода Старая Арка в наш регион, в Павлодарской области. Первое, это не только экологический вопрос решения, но это рабочие места. Второе, альтернативу угля, который будет потребляться, строительство ГРЭС, похоже на городе Аксу и Экибастузи. Это дополнительная выработка электроэнергии, дополнительные рабочие места. Вот эти два момента я хочу сейчас, пользуясь случаем, обозначить и обратиться к президенту Токаеву, так как господин Скаков, аким области, сказал, что вот этот вопрос по газификации региона он поднимал, и ему в правительстве здесь, в Астане, сказали, пока не будет газифицироваться Астана, другие регионы не рассматриваются. Сегодняшние кризисные мероприятия, я как представитель регионального незарегистрированной партии Байтак, предлагаю правительству и вам, Касым-Жомарт Кемелевич, строительство газопровода в нашу сторону, в Павлодарскую область. С этого года прям начать. Потом, касаемо вот этих наших предприятий в нашем регионе. Наш регион является индустриальным регионом. Вы все это прекрасно знаете. И не только индустриальным промышленным городом, он и является регионом, который в свое время, до 90-х годов, являлся под волнами взрывов ядерных бомб в районе Семипалатинской области. Они до нас доходили. Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем олигархам, в чьих руках сейчас стоят эти заводы и предприятия. За 30 лет вы выжимали все, что могли до сегодняшнего дня. Все, уже хватит. Вопрос экологии, очистительных сооружений, фильтров на ваших заводах и предприятиях можно решить одним просто моментом. Продать ваши яхты и самолеты. Все. Поэтому обращаюсь еще раз, пользуясь случаем, Сізге барлығыңызға жиналысыңызға рахмет, бас ием. В сегодняшний момент реально сейчас экономическая партия нужна для Казахстана, потому что вот, многие моменты по потеплениям климата и другие моменты, это сегодня они являются больными вопросами. Казахстану нужна экологическая партия. Я прошу народ, в первую очередь, Республики Казахстан, обращаюсь к всему народу. Нас поддержите по регистрации и нашей партии, пожалуйста. И политическая воля, Касым-Жомарт Кемелевич, политическая воля от вас.
Все, рахмет. Рахмет. Я үлкен рахмет. Вот мы с недавнего времени поднимаем вопрос ArcelorMittal. Это крупнейший металлургический, хозяин является крупнейший металлургический магнат во всем мире, Лакшми Mittal. Да? Сегодня что мы получили? Мы получили экологическую катастрофу. Вот сейчас с нами представитель города Темиртау, Станислав с нами на связи. Вот сейчас, да, тоже он является соратником нашей экологической нашей партии. Прошу вас, Станислав. Здравствуйте, Азаматхан. Здравствуйте, все присутствующие. Да, Темиртау очень сложная обстановка в плане экологии. Ее можно назвать экологической катастрофой. То есть вы слышали про черный снег. И это не единичное явление, то есть он постоянно черный у нас на протяжении уже многих лет. То есть здесь основная причина в чем заключается, хочу пояснить. В том, что нет контролирующего образования, которое могло бы регулировать этот вопрос. То есть непосредственно ArcelorMittal, да, это частная компания, это олигархи, которые просто занимаются очковтирательством и пускают пыль в глаза, то есть ставят экологов своих, да, ну это как, грубо сказать, как будет эколог защищать интересы людей, интересы горожан, если он поставлен непосредственно Арселором самим. То есть это нереально. Соответственно, все их выкладки, все их доводы, все их доклады, они ничего не имеют общего с ситуацией, которая складывается. То же самое от государства, если смотреть. То есть государство заинтересовано в налогах, поступлениях в бюджет со стороны ArcelorMittal. Соответственно, ему даются многие преференции в этом плане, закрываются на многое глаза. Тем более не так давно под прямым покровительством был Елбасы, этот комбинат. Поэтому здесь тоже правды особо не добьешься. Потому что сами экологи наши говорят, что нам нужны люди, общественники, чтобы могли давить на Арселор. Мы сами не можем справиться с ними. Поэтому я двумя руками за то, чтобы эта партия начала наконец работать, появила, чтобы получила путевку в жизнь. Азаматхан молодец, очень долго бьется за это. Дай Бог ему здоровья. Дай Бог здоровья Алжасу Амаровичу. И чтобы все получилось, очень просим Касым-Жомарта Токаева, чтобы помог в этом. Потому что это единственная возможность начать действительно менять в лучшую сторону экологическую ситуацию во всей республике, в том числе у нас в Темиртау. Спасибо большое. Спасибо, Станислав. Вы делаете там, мы видим, вы делаете там большую работу. Мы поддержку подали заявление о проведении митинга в городе Темиртау перед ArcelorMittal. Сейчас мы в этот вопрос до конца доведем. По нашим расчетам, примерно ущерб, который принес ArcelorMittal, около 10 миллиардов долларов. Это огромная сумма. Для Лакшми Mittal это, как говорится, капля, если он нам вернет нашу страну эти деньги. Все, спасибо. Енді құрметті ағайын, мына жерде бізде Маңғыстау облысынан қатысып отыр Тілеп мырза. Жаңағы белгілі мәселелермен сұрап отыр, мен сөйлейінші деп. Енді Маңғыстау облысы экологиялық катастрофада. Қаланың өзі хвостохранилищада тұрып жатыр, мысалы. Үлкен денсаулыққа зиян заттар бар. Тілеп мырза, сізге сөз. Азаматқа маған сөз керек. Көлбай мырза, күте тұрыңыз, сөзге береміз. Тілеп мырза. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мына мәселе көптен
көптен күткен мәселе енді мына жаңа жылда мына көктемнің басында басталып жатқан әрекет оңынан болсын деп ойлаймын. Бәрі жақсы көңіл келсін. Бұл көптен күткен экологиялық партия тіркелуін біз өткен жылдан бері күтіп отырмыз. Жігіттеріміз дайын қол жинауға. Енді мына бүгінгі жиынның нәтижесін протоколда оның бір көшірмесін бізге салып берсеңіз, оның ішінде тіркеуге бергеннен кейін қандай арыз талап немесе жаңағы қол жинау ретінде оның үлгісі формасы бар болса бізге салып жіберін. Біз көп ұзатпай соның адамның санын 2000 ба 3000 ба жинап тездетейік. Күнге шейін бүгінге дейін сұрап жатыр, қашан партия ашылады. Жаңағы айтып кеткендей, Нұр Отан партия өзінің атын аманат деп ауыстырып, адамдар ауыспағаннан кейін оның жұмыс ауысатынын жақсаратынын мен күмәндаймын. Оған бәсекелес біздің партия болу керек. Себебі арамызда қарапайым халықты да батыр, белсенділерді де батыр. Енді бір арамызда шенеуніктер қойса кіргені оған есік ашық деп айтамыз. Жалпы бар нәрсе алдында айтып кеткендей, бұл халықтың арқасында байып отырған адамдар соны білу керек. Халықты ойлау керек енді, халықтың қамтамасын жасау керек. Жаңағы айтып кеткендей, таза ауа, таза су, таза жер деген ұстанымыз ұран ретінде болу керек. Ал жалпы халықаралық деңгейде жалғыз Қазақ емес, бізде қанша ел, қанша болып тұрып жатыр, барлығының аузы бір болу керек, бәрі бір-бірін сыйлау керек. Сонда біз дұрыс үлкен деңгейге шыға аламыз, экономикамызды дамиды. Тек қана өзіміз жаңа Иракта ұқсап өзінің қуыршағына кіріп алғандай емес, бүкіл әлеммен арақатынаста болуымыз керек. Білімді тәжірибелі болу керек. Оның басқа біз дұрыс мемлекет, мықты мемлекет бола алмаймыз. Рахмет, кешіресіңіз, мемлекет. Рахмет, жақсы, Тілек мырза, сізге рахмет, жақсы. Келесі сөзді, мен тек тілегім осы партиямыз тіркелсін, ары қарай өзіміздің немізді көрсетейік адамдарымызды. Рахмет баршаңызға, сау болыңыз. Рахмет, Маңғыстаудан Тілеп мырза хабарласты. Енді келесі сөзді міне сұранып отыр, осы жерде Тұран Ойпаты Арал теңізі қозғалысы бар. Бұл қозғалыспен біз 2021 жылы арнайы халықаралық конгресс өткіздік. Сонда Англияның жаңағы королевасы туысқаны Рози Стенсерттің өзі қатысты соған бізге. Біз бұл мәселені, Арал мәселесін көтеріп жатырмыз. Мен кеше экология министрімен кездестім Арал мәселесі бойынша. Олар в тупике. Там по Аралу они не знают, но мы знаем, как это решить. Вот, Көлбай мырза, сөйлеуге дайынсыз ба? Әлемдік проблема экологиялық. Оның негізгі көзі Сырдариядан су түспей тұр. Енді осы мәселені президенттің алдына қоюға атсалыссаңыздар деймін. Бірінші, Сырдариядан, яғни трансшекаралық судан өз үлесімізді алуымыз керек. Осы мәселені көтерсек. Екінші, осы Арал қаласының маңайынан іргесінен, яғни бұрынғы теңіздің тартылған ұлтанына кальцийленген соды шығаратын зауытты саламыз деп отыр. Оның шламының құрамында экологиялық ортаға әсері көп халық бар. 1 тонна шлам шығару үшін 10 куб шлам қалады. Осындай жерге бұл соды зауытын салу тиімсіз деп есептейміз. Үшінші мәселе, 15 мамырда осы биыл 22 жылы Арал қаласында эко-марафон өткіземіз деп отырмыз. Ол мақсатымыз әлем халықтарының назарын Арал өңіріндегі экологиялық Арал теңізінің жер бетіне жойылып баратқанына назарын аударту. Енді бұл өзімізге қатысты мәселелерді айтып болдым. Енді партияға жасар ұсынысым, бірінші партияның қатарына көбірек жастарды тартсаңыздар. Әрине, мен де пенсионермін. Пенсионерлер ақыл айтуға,
бағыттардан елі отыруға қажет шығар. Бірақ қазір уақыт өзгеріп бара жатыр. Жастар көбірек тартылған дұрыс деп есептеймін. Сосын мынау қаржылай көмек ұйымдастыру керек партия құрылу үшін. Осы мәселені сосын партияның тіркелуін президентке де өтініш қылып осы жиынменен жасасақ, менің айтайын деген осылар, сіздерге табыс тілеймін. Сосын мынау бір ғана жаңа Пономарев болды ғой, бізде журналист, орыс және қазақ тілінде Байтақтың экологиялық Байтақ болашақтың жанынан газет тіркетсек, соны орыс қазақ тілінде шығаруға қол жеткізсек, көбірек мына халықты экологиялық ақпараттандыру керек. Сонда жастардың көзі ашылып, осыған атсалысуы мүмкін деп ойлаймын. Рахмет болдым. Көлбай мырза Аралдан байланысқа шығып отыр. Арал это экологический проблема мирового масштаба. То есть государство здесь должна работать четко, то есть привлечь международных фондов для восстановления озера Арал. Поэтому мы должны здесь совместно работать. Сегодня то, что позиция министерства, позиция там акимата, мы видим очень слабая, очень слабая. Поэтому партия, зарегистрируем партию, в первую очередь займемся вопросом восстановления Арала. Это наш самый главный вопрос. Көлбай аға, естідіңіз ғой? Сондықтан барлық аралдықтарға сәлем айтыңыз, қозғалыстың адамдарына. Құрметті, вот, уважаемые друзья, хотел еще следующее слово Владимиру Михайловичу, Изенюк, Усть-Каменогорск. Это очень уважаемый эколог, который предлагает научные проекты решения экологических вопросов. Прошу вас. Добрый день, все уважаемые участники. Во-первых, в первых словах я целиком полностью поддерживаю вопрос создания, необходимости создания партии Байтак-Балашах. Благодарен организаторам за многолетние усилия по созданию партии. Не так все просто, как кажется. Это первая часть моего обращения. Второе. Я образно хочу сказать. Вот у нас в Восточном Казахстане за последние несколько десятилетий исчезло 20 рек. Маленьких, больших, средних, там, всяких. Вот. Ну, кроме Иртыша, конечно, Иртыш по-прежнему есть, но он уменьшился в размере. Губа сократилась в своих объемах стока. Вот. Как исчезали речки? Как только вырубят лес, да, вот, или сгорит, пожары в столичке. Отключился. Все. Вот. Так начинает исчезать и речка. Связь очевидна и проста. Солнечные лучи, попадая на поверхность почвы, испаряют влагу, нагревают территорию. Когда солнечные лучи попадают на поверхность листовых пластинок, хвои, вот, соответственно, эта энергия усваивается и превращается в энергию химической связи там, и так далее. Вот. Механизм прост. Там, где появляется лес, на площадях достаточно больших, там 50-60 километров в диаметре, вот, допустим, бор появляется, там удваивается сток воды в речке и ручьи. Эти исследования мы проводили, я еще был студентом. Вот. Они очевидны. Стоишь на хребте, на Калдинском хребте на вершине, справа село Пантелеймоновка, допустим, слева Каинда, там поселочек маленький. Там слева бор хвойный, справа горная сухая степь. Справа 300-350 миллиметров в год, а иногда и того меньше, вот выпадает осадков. Слева до 900 миллиметров в год, там где бор. Вот. Более глубокие причины тоже есть, там и рельеф местности играет роль, и литология, то есть какие там грунты, скалы и так далее. Но основным является то, что бор выдает на поверхность вверх огромный, мощнейший аэроионный поток. Вот эти вот частички отрицательно заряженные, это важнейшее явление для нашей жизни, о котором мы не замечаем, мы об этом не думаем в повседневной жизни. Но вот в кубическом сантиметре воздуха 5000
единиц заряженных частиц отрицательно. Да? Это могут быть и кислород, и вода, и другие химические элементы, имеющие заряд. Так вот, они необходимы для жизни человека именно от 3 до 5 тысяч в кубическом сантиметре. Не проветриваем сутки, не проветривается квартира, таких зарядов порядка 200, и уже человек начинает чувствовать себя плохо и болеть. Очевидная вещь. Я выступаю за то, чтобы в городах появились достаточно мощные, и в окрестностях мощные парковые зоны. Да? Вот. Нур-Султана, значит, зеленый пояс. И сразу изменился климат, и пошло большее количество осадков. Вот. Здесь нужно провести дополнительные исследования и как бы поставить точку, что это здорово. Вот. Такие зеленые пояса должны быть в городах. В городах, если мы вот посмотрим, особенно зимой, в основном черные стволы вяза, клена, клен кривой везде, значит, и так далее. Очень много больных деревьев, до 72%, мы считали специально по Усть-Каменогорску. Вот. И эти деревья недолговечные, они 40-60 лет существуют в основном, в основной своей массе, за редким исключением, в условиях города. Но есть долговечные деревья, да, с хорошими, там, тяжелыми, полезными плодами, допустим, такие как дуб красный. У нас сажают вяз, лен, тополь, ну и другие там культуры, кустарники, сирень, прочее. Но если посмотреть, что это за древесная культура? Это не аборигенная, привнесенная к нам из Соединенных Штатов Америки. Если привносить из Соединенных Штатов Америки, то специальные дендрарии, вот, и, допустим, тот же дуб красный, или клен сахарный, да, вот. Раз уж есть такая необходимость в определенных локальных местах высаживать, ну, только что-то ценное, с тяжелыми плодами, чтобы они не разносились ветром, не меняли ситуацию кардинально. Вот если ехать на поезде в сторону Семея, значит, по новой железной дороге, мы видим, поля все заселены вязом. Ветром разносит семена, и вон сельхозполя, которые еще недавно засевались разными культурами, теперь они полностью поросли вязом. Значит. И это явление будет усиливаться многократно. Удалить вяз очень, очень дорого и тяжело. Можно, конечно, радоваться, да, каждая листовая пластинка выполняет условия фотосинтеза, потом это источник дров для местного населения. Вот. Но если глубже посмотреть, с исследовательской точки зрения, то это не есть хорошо. Вот. В то же время, допустим, если бы посадили дуб красный, который растет с той же скоростью, Владимир, регламент. Быстрее, вот. И Кристина Постовская та же, что у других дубов, да, это была бы большая польза. И для животных, которые поедали плоды, и для человека, и для будущих. Владимир Михайлович, регламент. Ага. Ну, я думаю, по вашему предложению, включите голос, по вашему вопросу мы специальный, давайте проведем специальную конференцию целенаправленно по этой тематике. Да. Владимир Михайлович, отключили звук. Отключили, да, звук? Да. Слушаем вас, Владимир Михайлович. Просто регламент. Да, скажите. Ну, еще раз, я целиком полностью поддерживаю, очень рад, потому что партия может решать такие вопросы. Я многие годы выступаю со своими предложениями, но их никто не слышит. Вот. Орал восстановить элементарно просто. Уравновесить сток в Балхаш тоже элементарно просто. Опять-таки, это вопросы фитоэкологии. Да? Как есть еще сельхозкультура, выращивая которую можно возвращать все вложенные деньги с многократным прибылью. Вот. Обращался и в Министерство сельского хозяйства, выслушать, вежливые люди, хорошие, но и у них свои дела. Спасибо, Владимир Михайлович, большое спасибо за ваше предложение. Вы как эколог душой, сердцем болеете за это. И все, мы с вами вместе будем стратегически обдумывать реализацию реальных экологических проектов. Следующее слово. Да. Что-то хотели сказать, Владимир Михайлович? Все, спасибо большое. Вот следующее слово предоставляем здесь еще регион
Ильфат. Вот у нас во всех городах есть проблема отходами. Это отходы, твердобытовые отходы, опасные отходы, медицинские отходы, строительные отходы, пищевые отходы, канализационные отходы. Это большая проблема, которой решение не находит сегодня. Сейчас чиновники, там, вокруг этих чиновников бизнес-среда используют для зарабатывания денег. Да? И поэтому мы, экологическая партия, этим вопросом будем плотно заниматься. И я вот хочу дать слово, с Алматы подключился Ильфат, он в этом направлении, он долго лет делает реальные результаты. Прошу, Ильфат, 2 минуты регламент. Не слышно. Не слышно. Все, звук будет подключаться, мы соединим его. Тогда следующее слово, вот здесь Актюбинск, Бекарстан подключился. Бекарстан, қосылуға дайынсыз ба? Вон справа. Да, жақсы. Онда келесі сөзді, міне біздің газ мәселесі бойынша экологиялық проблемалар шешу үшін біздің міне белсендіміз соратник біздің Төлеген негізі қоғам белсендісі, бақылаушылар комиссиясының қоғамдық мүшесі болған, көп осы елімізге қызмет. Бақылаушылардың атынан сол абсолюттық біздің ұстаным айтам, осы жаңа партияны, халықтық экология байтақ партияны қолдаймыз деген. Ал енді мына газ мәселесіне келсек, мына орыс тілінде айта берейін. Но природный газ — это экологическое моторное топливо, понимаете, да? Это самое, которое сейчас во всем мире уже развивается. И всем, никому не секрет, что 90% загрязнения атмосферы нашей, да, приходится на долю транспортных средств. Автомобильных, дизельных, там. Перевод транспорта на экологическое чистое моторное топливо, природный газ, позволит сократить выбросы в атмосферу сажи, высокотоксичных ароматических углеводов, окиси углерода, углеводородов и оксидов азота. При использовании природного газа, это ученые, экологи всего мира доказали, что вместо нефтяного топливного выброса токсичных веществ в окружающую среду, вот наш Казахстан, самое вот что необходимо сейчас, снижается приблизительно в 3 раза по оксиду углерода, по окиси азота в 2 раза, по углеводороду в 3 раза, по задымленности в 10 раз. А образование сажи, свойства дизельным двигателям вообще отсутствует. Вот у меня как бы предложение вновь создаваемую партию. Вот сейчас вот в Алматы открывается газовый ТЭЦ, да? Там около $2 миллиардов они хотят потратить, да, вот это акимат города. Но лучше эти $2 миллиарда потратить на Казахстан, на развитие газомоторного топлива. На 2 миллиарда можно 40 мини-заводов по всем городам открыть, и весь пассажирский транспорт, все грузовой транспорт и даже такси, все перевести на газ. Чистота будет. Вот это предложение мое. Все. Төлеген мырза, үлкен рахмет, идея хорошая, просто можно реализовать. Почему? Бұны келіп отырған біздің студент жастарымыз бар, біздің мынау жұмыстарымыз. Таисия мен Арсен. Прошу вас. Рахмет, меня зовут Таисия. И я, как только узнала, Виктор мне сообщил, что будет вот такая партия с идеологией вашу, я сразу связалась со своими студентами в университете, и у многих уже есть желание участвовать, многие, кто учится именно по профессии международных отношений, журналистики, очень многие хотят помочь Казахстану поднять, и мы надеемся, что будет всегда обратная связь, потому что мы еще молодые, у нас акцент идет, мы смотрим на взрослых, и очень важно то, как взрослое поколение ведет себя, как позиционирует,
И мы, конечно, как молодежь, всегда будем готовы и очень рады помогать и продвигать такие идеи, потому что уже не такие молодые, понимаем, что наше время сейчас, и мы должны помогать всеми руками и работать вместе. На это и есть акцент, как уже говорили, что у нас осознанная взаимосвязь. Арсен. Ең алдымен Азаматхан ағаға шақырған үшін алғысымды білдіргім келеді. Және бұл экология мәселесі барлығымызды қазіргі таңда қобалжытып отыр. Себебі біз өмір сүріп боламыз, және біздің кейінгі ұрпағымыз алады, және сол ұрпақтың өмір сүретін ортасы біздің қазіргі жасап жатқан әрбір ісімізге тәуелді болып келеді, тікелей тәуелді болып келеді. Сондықтан да мен экологияны таза ұстауды және осы мәселені қолдаймын. Және сонымен қатар өзімнің осы құрдастарыма, өзім жасты бір топқа осы жайт туралы айтып, барынша ақпарат таратуға тырысамын деп. Ой, рахмет. Большое спасибо. Будущее наше — это молодежь, поэтому мы будем максимально делать все, чтобы вовлечь молодежь в нашу партию. Это біздің ең үлкен мәселелердің бірі. Оған сіздер уайым жемесеңіздер болады. Екінші, мына Оралдан Дәуренбек хабарласып тұр, Жайық пен Каспийдің жағдайын айтам деп отыр. Дәуренбек мырза. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Естіп тұрмын ма? Естіп тұрсыз, айта беріңіз. Ассалаумалейкум, естіп тұр ма? Да. Жақсылармен жайсаңда жиналған екен мына жерде. Жақсы жиын болып жатыр. Әрине бәріне қосыламын, айтқым келіп отыр. Бірінші естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр. Бірінші сұрақ ол деген мына, мен өзім бизнесменмін, қалдықтармен айналыстым кезінде. Ол деген мына, осы біздің экологияға байланысты бизнесмендерді қудалау. Менің үстіне 17 уголовный дело ашып, 4 этаппен, 4 рет төртінші сот болды. Қазіргі таңда Верховный сотта, Генеральный прокуратурада барлық жерде жүрміз. Ешкім ештеңе естіп жатқан жоқ. Барлығы енді бір-бірінің аузын жауып экологиялық мәселелерді жаңағы өзара бөліп алған. Олар бөліп алу арқылы өздері искусственный бизнес жасап, мана осы Оразалы ағай айтып кеткендей, олигархтарды, искусственный олигархтарды создают, орысша сөйлей береді, тем самым они вот этот бизнес по экологии крышуют, и получается, что они не по закону работают. Они, работают как попало. Адал бизнесті шығаруымыз керек, соны партия ретінде қолдауымыз керек. Сонда ғана ол адал бизнес, экологияға адал қарым-қатынаспен жұмыс істеу арқылы өздері экологияны бүлдірмейді. Сейчас, которые созданы, все, работают не по закону и разрушают экологию. Второй вопрос. Второй вопрос специально, про Жайық буду говорить, чтобы Владимир Михайлович тоже понимал. Жайық на данный момент, идет по следам уже Орала. Она высыхает, сохнет. Ее скоро не будет то же самое. Сейчас первое, отношение чиновников к реке. Они внимание обращают, поэтому они не чистят ее русло. Третье, Российская Федерация сейчас искусственным образом не дают нам воду. При паводковых ситуациях не делятся паводковыми водами. И сейчас должны дать 15 кубов в секунду,
вот 15 кубов в секунду, они этого не дают. Но по Иртышу просят 400 кубов в секунду. Вот получается, что у нас в республике нету комплексного подхода к рекам. Вот где-то можно было побольше, где-то поменьше договариваться с Российской Федерацией. Четвертый вопрос – это исчезновение вот этих лесов вокруг ГАИ. Вот это полностью Владимир Михайлович поддерживает. Вырубаются все леса, выкапываются все эти каньоны, это как ПГС бывает, да? Этим самым выкапывается и сушит, и исчезает леса, тем самым исчезают, короче, наши леса. Вот это у нас протяженность 800 километров, где-то в некоторых местах шириной 40 километров. И это сколько лесов, его надо защитить. Вот Жайык потенциально вот идет по дороге Орала. Третий вопрос хочу поднять по отходам. Мы сейчас занимаемся инвентаризацией отходов, занимаемся отходами. ТПО это ясно. Вот они, короче, какие-то деньги выделяют, крышуют кого-то, загоняют туда, и, короче, ТПО занимается. Это они никогда не разберутся с этим вопросом, потому что они просто там крышуют кого-то, пилят ресурсы, и получается никакого результата не будет там. Второй вопрос, это канализационные стоки. У нас в Казахстане, короче, вот там вот эти звездочки зарабатывают, да, проводят воды во все села, вытаскивают воду из-под земли, она испаряется. Первая проблема. Вторая проблема, канализационные стоки, короче, не перерабатываются. Почему? Подводят воду, а канализационные стоки забывают. Они какие-то явно сливают, а мы подъезжаем туда, короче. Мы уже разбираемся во всех регионах, хотим этот вопрос поднять. И вот сейчас, куда они все деваются? Якобы в Атраву возятся или в Актюбе увозятся. Но этим никто не занимается. Короче, вот тех ребят, которые занимались, их заколбашили. И, короче, как сейчас вместо 2 компаний пришли 10 компаний, которые обратно же, короче, кеми созданы, вы знаете, да? Я раньше вот в начале говорил. Они вот это куда попало сливают, и в Жайык сливают, и куда есть, туда отправляют эти отходы. Это опасные отходы, это не ТБО и не канализационные стоки. Вот с этими отходами надо разобраться. Все связано с зеленой экономикой, переработки, все сегодня монополизировано олигархами. Они их крышуют, там правоохранительные органы. А вот простые предприниматели, они попадают на этом. Вот для этого Самат әкімшілікке барып, әкімшіліктен бізге байланысқа шығып отыр. Мейлі, онда келесі сөзді біз бұл жерде Сұлтан Амеркенов қосылған жоқ. Жақсы, онда рұқсат болса сізге Қарағандыдан Ғалеке келіп отыр. Ғалеке тәуелсіз бақылаушылар мүшесі біздің Қарағанды осы бүгіннен бастап біздің көк партия дейді, жасыл партия байтақ болашақта осындай үлкен қадамдардың алдында тұрмыз деп санаймын. Сондықтан міне біздің партия аман есен осылай бәріміз істейміз. Сондықтан тағы да бір-екі сөз айтқым келеді. Мысалы экологический партия бұл өте жаңа мына кісілер ағайлар бәрі айтып жатыр. Бұл бірінші партия болуы тиіс дейді. Ол үшін экологический партия ол бірінші партия болуы тиіс, өйткені біздің оған бүкіл мүмкіншілігіміз бар. Басынан айтсақ, бұл партия экологический партия болғаннан кейін ол ең бірінші, бұнда шындығын айту керек, бұл халықтың мүддесін қорғайды. Бұл экологический партияның бүкіл өзі маңыздылығында көтеретін мәселесінің бәрі ең бірінші мына халықтың мүддесін қорғап, халықтың жағында болатын партия бұл, ашық. Соны біз бәріміз оны ашық айтып, осы ашық түсіне білуіміз керек. Сонымен тағы да қоса кететін енді, міне біз енді бәрі кісілер айтып жатыр ғой. Болашағымыз біздің үлкен, зор, бірақ енді осыған бәріміз ұйымдастырып, өте
сондай салиқалы дейді, сондай бір шаруаларды бәріміз бірге атқаруымыз керек. Сонымен бірге мына айта кетейін дегенім, ептеп мына саяси қазіргі біз өте бір қызық осындай бір кезде бәріміз өмір сүріп жатырмыз. Мысалы, өте үлкен өзгерістерді күтіп отырамыз, сол өзгерістерді көріп отырмыз. Мысалы, мен енді өзім бір-екі жай пікір болсын, жай ой аралас болсын айтып кетейін. Міне біздің президентіміз міне Қасым-Жомарт Тоқаев өткенде бір жақсы айтты. Мына мысалы ол кісі анау Нұр Отан партиясының ана басшылығынан кетем деді. Соны анығын айтып отыр. Соғыс соны тезірек іске асырса деп тілейді. Өйткені соғыс қалай кетеді? Нұр Отанның атын өзгертті деп отырмыз ғой. Сол партияның басшылығынан кеткенде, осы біздің елде мына саяси реформаларда ол анық үлкен қадамдар болады. Ол кісі ол кету керек ананың басшылығына партияның. Сонда анық үлкен саяси қадамдарға жол ашылады. Ол әбден. Сонда ғана біз жаңа айтып отырмыз ғой, мынау сайлау заңы, партиялар заңы. Міне соның бәрін сонда реттеп бәрін өз жолына келтіреді, бүкіл мүмкіндік сонда пайда болады. Соны айтқым келіп отыр. Содан кейін мысалы біз халық дейміз, халық билігі дейміз. Халық билігі деп. Соны міне осыған да бір-екі сөз айтып кетсек, шынына келсек, біздің халық билігі дейтін сондай заңдылық өзі бар ма? Соған яғни сондай бір юридический документ бар ма? Ондай еш нәрсе жоқ қой. Мына даже конституциядан өзін алып қараңыздар. Сіздер сонда халық билігі деген ондай таба алмайсыздар сіздер онда. Халықтың мүддесі деп нақты айтылған еш нәрсе де жоқ. Ол конституциямыз өзінде жазылғаны мына мемлекеттік билік көрсетілген. Болды. И ана президент ең бірінші жоғарғы лауазымды біздің басшысы деген. Ал халық билігі деген онда көрсетілмеген. Міне менің де жайында ойлаймын. Біз ойым емес, міне біз осыны халық билігі дегенде біз соны конституцияға, соны заң ретінде оны кіргізе білуіміз керек. Заң құруымыз керек. Өйткені мысалы қандай да болсын демократиялық елді алыңдаршы. Оны демократия елдің құрушысы кім? Ол құрушысы халықтың билігі. Қандай мықты елдерді ал. Америкадан, Европадан, оларда анық көрсетілген. Ол мемлекеттік құр. Ильдабекова. Аха, слушаю вас, Асет. Армысыздар, құрметті партия мүшелері, қатысушылар. Бүгінгі енді күн өте маңызды күн. Партия құру жөніндегі. Хотелось бы отметить, что сейчас, выслушав всех, можно сделать такой вывод, что эта площадка, то есть создание партии, нам необходимо на сегодняшний день. Это, можно сказать, площадка, которая будет консолидировать все силы, то есть от государства, от общества, от общественности, от народа для решения экологических вопросов. Потому что экологические вопросы – это, можно сказать, своего рода бомба замедленного действия. Да? Сейчас мы их не ощущаем, но в ближайшем будущем уже могут возникнуть экологические катастрофы. И мы должны, можно сказать, когда сейчас решать эти вопросы, выходить на уровень государства, помогать государству. Мы все знаем, что у нас есть такой документ большой, да, который Казахстан ратифицировал, как Парижское соглашение. Да. Мы должны, значит, наша партия, помочь государству, президенту, содействовать в решении реализации пунктов этого соглашения. То есть это возобновляемые источники энергии, да? Это зеленая экономика, это все виды инновационных идей, проектов, вопросы экологической культуры, экологического сознания, да, людей. Сейчас уже мы видим вот в Алмате жителей города, им интересно, чем они дышат, что они пьют, что они едят. Это все экология. Общественность сейчас и наше общество заинтересованы в решении экологических вопросов, и мы, я думаю, сможем вместе помочь Казахстану, значит, стать, да, государством с зеленой экономикой, цветущим Казахстаном, свободным Казахстаном, и будем прилагать все усилия. Поэтому всех благодарю за участие. Большое спасибо всем, кто подключились, нашли время. Организаторам большое спасибо. Желаю только удачи. Алға Қазақстан. Рахмет, Әсел. Енді құрметті болса, қол көтерсеңіздер. Зауре, прошу вас.
Здравствуйте. Я с города Щущинск, получается, Бурабайский район. Ну, я считаю вот необходимым, что нам на сегодняшний день нужна какая-то народная партия Байтак. Я позицию эту полностью поддерживаю, придерживаюсь этой. Так как вы уже знаете, что Бурабайский район, он уже как бы... Ну, конечно, за экологию, за поддержку, и нам необходимо на сегодняшний день, мы нуждаемся, наверное, в боровом и за сохранность, за экологию в этой части. Поэтому полностью поддерживаюсь. Рұқсат болса, Балқаштан Азамат хабарласып тұр. Азамат мырза, Балқаштың жағдайы туралы айтып кетсеңіз. Балқаш. Атырау. Аха, тыңдап тұрмыз, иә. Айта беріңіз. Балқаш. Азамат, Балқаш. Да, Азамат. Балқаш, сіз естілмей тұрсыз, сондықтан Атырауға сөз берейік, Атырау. Енді сөйлей бер Атырау, аха, жақсы. Баршаңызға бәрімізде қош келіп отырсыздар. Ассалаумағалейкум, Атыраудан келген болайық сәлем. Бізде өзім батысқа тарапынан айтсақ, өте ризамын. Осындай біздің еліміздің арамызда соңғы уақытта өзгерістер болып жатқанда экология жағынан, саясат жағынан және тағы басқа проблемаларға қарайтын ортақ бір партия ашып жатқанына Азаматхан, сізге өте ризамыз. Сізге денсаулық тілеймін. Және де осы өте сіз қалай сізге айтып түсінбеймін. Сіз проблемный вопростардың бәрін көтеріп жатсыз. Сізге тек безопасность дейді ғой, жаңағы тілейміз, аман болыңыз, семьяңызға ешқандай да андай әсер түспесін деп, себебі біздің халықтың тура ойлап жатқасын сіз осы жанұяда да ойлау керек деген сияқты сенім. Бірақ егер де бұл партия ашып та келсе, бүкіл жаңағы халық қолдаса, сіздің осы мына партиямыздың біршама халық, мына ортадағы кісілер болсын, жастар болсын, сізді қолдайды деп сенеміз. Себебі қазір мына бүкіл жаңағы кісілер айтып отыр, осы бізде мына Атыраудың білетініміз, біз Теңгез, Қарабатан, Жайық, Каспий проблемалар көп нәрсе. Бірақ жан-жақта мына 17 облыстың бәрі қарап жатқаннан кейін мен уже қазіргі уақытта действительно түсіндім, что осындай біздің Байтақ деген партия керек. Себебі бізде, мен мысалы қазіргі уақытта мына көріп отырмын да, сіздер тыңдап отырмын, шошынып отырмын. Біздің Қазақстанымызда осындай түрлі проблема бар екен. Оны қолдайтын өкімет жоқ. Өкімет қазіргі уақытта құлақ естиді де, ар жағы эффект жоқ, софыр деп айтуға да болады. Соны көз аштыратын сондай партия керек. Азаматхан, тағы да басқа кісілеріміз мында отыр, ағаларымыз сізге ризашылық білдіріп отыр. Сіздерді қолдаймыз. Қолымызға келгенше үлесіміз қосамыз. Тек қана сіз жаңағы осы дискуссия арқасында біршама тура жолды табамыз деп ойлаймыз де, сабыршылықпен, ақыл оймен, дұрысымен біздің еліміздің болашағымыз, біздің қалған ұрпақтарымызға, болашақ ұрпақтар дұрыс Қазақстан елді қалдыруға тырысуға, соған үміттенейік деп, осымен бір пікір айтайын деп партия болғанда ризамыз. Үлкен рахмет беріп отыр. Бірақ экологиялық жағдайда Атырау өңірі ең соңғы орында, қиын жағдайда тұр. Мысалға мен Алматыда ТЭЦ-2 салайын деп жатыр, ТЭЦ салайын деп жатыр, 2 миллиард долларға. Біз соған қарсы болып жатырмыз. Сол 2 миллиард долларды Атырауға беріңдер. Атыраудың қаласын ауасын, Құлсарының экологиясын дұрыстайық деп. Міне, сондықтан біз
қазақстандық ретінде бір жұдырық болуымыз керек. Расымен де ең үлкен экологиялық катастрофа ол батыс өңірінде. Біздің бюджетіміздің ең басты бөлігін беріп отқан. Атырау халқы арқылы, Атырау өңірі арқылы біз Қазақстан міне жақсы өмір сүріп отырмыз қазір. Мәшіне айдап, осының бәрі Атырау өңірінің арқасында. Бұл мәселеде бұл біздің негізгі мақсатымыз болашақта. Сонымен біздің арамызда мына Шымкенттен Алия Ортаева қосылып отыр. Бұл кісі эколог, мына ипподром өңірінде ипподромды қазір құрылыс мекеніне айландырып, үлкен құрылыс нелерін салып отыр. Алия, рұқсат болса сізге. Рахмет үлкен, Назыке, жалпы жиналған қауым, істеріңіз берекелі болсын, сәттілік тілейміз. Расында да біздің Шымкент қаласында да экологиялық жағдай өте күрмеулі. Шымкенттің өкпесі саналған ипподромның мәселесімен Асекеңмен сөйлескенмін. Одан кейін аудандардағы ахуалды да талқылағанбыз. Асеке есімізде ғой жалпы. Химпром. Осы мәселелердің бәрін жинақтауға ақылдаса келе ойға келдім, Байтақ партиясымен бірге болмасам, менің жалғыздығыны жаяудың шаңы шықпайды деп. Жаңа Олжас Сүлейменов ағамыз да айтып жатыр, орынды ұсыныс, ол кісіні жаңағы Азеке сіздің ұсынысыңызды қолдаймыз, жалпы жиналғандардың барлығына. Айтарым, экологиялық партия бүгінгі заман талабы, себебі неше түрлі сараптамаларды жасап жатырмыз ғой, барлығында айтып жатырмыз, бізге жаңа партия керек, жаңа ой керек, жаңа бағыт керек. Сіздерді осы жаңа ой, жаңа бағыттың көшбасшысы болады деп сенемін жалпы. Алдағы күндерде осы партияның тіркеліп кетуіне тікелей тілеулеспін, және де егер партия тіркеліп кетіп, осы халықтың мәселесі жүзеге асып жататын болса, әрдайым бірге екенімді жеткізгім келеді, біз сіздерді қолдаймыз. Рахмет, Алия, үлкен рахмет. Расымен де бізде қазір былайша айтқан кезде экологиялық мәселелер біз жалпы түрде әрқайсымыз білеміз, бірақ нақты аймақта, өңірде қандай жаңағы кедергі адам өміріне әкеліп отқанын көп адам біле бермейді. Сондықтан әр өңірдің адамы сөйлеген дұрыс. Сонымен енді рұқсат болса, біздің уақытымыз келіп жатыр. Мына ұйымдастыру комитетінің жиынын бітіруіміз керек. Ағайын, мына жерде Ақтөбе сөйлеген жоқ. Ол енді кейін біз енді байланыстамыз. Тағы да басқа өңірлердің бәрі сөйлейміз деп отыр. Оның бәрін біз немізде көрсетеміз. Ең бастысы, біздің халықтық экологиялық партия Байтақтың негізі ол халық. Біздің артымызда халық. Бізде ешқандай олигарх жоқ. Біз билікпен ешқандай ойын ойнап жатқан жоқпыз. Бізде ондай жоқ. Біздің мақсатымыз міне экологиялық жағдайды дұрыстап, әл-ауқатын халықтың көтеру. Оған біздің мүмкіндігіміз бар, білім бар, тәжірибе бар. Тек қана бізге жұмыс етуге мүмкіндік беру керек билік. Сол кезде біз дұрыстаймыз. Біз енді экологиялық партия ол тікелей саясатпен байланысты емес, ол экономикаға, әлеуметтік өмірге. Сондықтан экологиялық партиядан біздің билік қорықпау керек. Кешіріңіздер, тағы бір адам қосылды. Международный экологический фонд Nature First деген халықаралық фонд құрылды. Соның рұқсат болса, Алихан, регламент 2 минуты, пожалуйста. 2 минуты. Всем здравствуйте, коллеги. Хочу поздравить всех с таким событием, что мы решили учредить партию. В первую очередь хотел бы сказать, что выгодополучателем от деятельности партии являются люди, простые люди, просто народ. Потому что мы все живем в природе и должны понимать, что мы являемся ее пользователями, должны сохранить ее для потомков. Как вот было предыдущими ораторами сказано, в Казахстане есть огромная проблема по отходам промышленного производства. Я бы хотел еще точнее обрисовать объем этой проблемы. Порядка
даже по выступлениям официального предыдущего президента, в Казахстане находится не менее 50 миллиардов тонн промышленных отходов производства. И из них порядка 10-15% относятся к красному уровню. То есть это особо опасные отходы производства промышленного. И одно из направлений больших стримов, векторов работы партии систематическое решение этой проблемы. Ее невозможно решить за год-два, это нужно систематически заниматься. И в этом смысле наш фонд Nature First был учрежден с целью создать экосистему технологическую, научную и промышленную экосистему вокруг фонда, которая бы таргетировала, решала эти проблемы. И переходя к основному, это, так сказать, лозунг партии, лозунг нашего фонда деятельности, которого мы приняли, это чистый воздух, чистая вода, чистая земля, чистые человеческие взаимоотношения. Поэтому мы будем работать по всем этим 4 векторам. И в частности, я хотел еще сказать, очень важное, это что мы все живем в огромном сообществе, это сообщество наших центральноазиатских стран, наших соседей, да, и в мире. Вот были приняты здравые идеи человечеством разработаны, это устойчивое развитие. Сейчас я хочу сказать о одной из 3 целей устойчивого развития, это ESG, это Ecological, Social Governance. То есть все это объединено, что нужно в заботе о людях, не выпуская людей, управлять вопросами экологии, правильно, контекст. И наше государство, наше правительство всегда должно учитывать при разработке различных программ, промышленных и так далее, должно учитывать эти принципы устойчивого развития. Вместе с тем, нам, как выгодополучателю, людям простым, необходимо собраться с нашими соседями и выработать единую позицию по целям устойчивого развития, да, которые приняли в мире, но которым нам нужно адаптировать для себя. То есть нам нужно выработать прозрачную, единую позицию по этому вопросу. Это очень важно для нас и для наших соседей. Здесь очень много прозвучало важной информации, что есть проблема по водным ресурсам в Казахстане, да, по твердым отходам, по бытовым отходам. В этом смысле мы должны очень четко понимать, что присутствует в международной повестке политика двойных стандартов. В этом смысле мы должны со своими соседями Алихан, регламент объединиться и по этому вопросу очень четко работать. В этом смысле мы учредили международный дискуссионный клуб Алатау, объявили. И очень много животрепещущих, важных вопросов было сегодня поднято. Вот их мы предлагаем рассматривать, решать, обсуждать, приходить к решению, находить на этой площадке. Спасибо. И следующее слово. Экологическая партия в процессе борьбы за сохранение проекта «Линейный парк» пришел к пониманию, надо объединяться. И именно партия, а не какие-то общественные движения, которые не имеют юридической силы, может добиться успеха. В манифесте партии сказано, мы живем все рядом, а должны быть вместе в выполнении своих дел. Я очень рад, что в этой партии руководителем, создателем этой партии является Олжас Сулейменов, который перевернул
своей книгой «Аз и я» сознание всех советских людей. Причем это он сделал так, возвысил степь, не унижая горы. Вот в этом направлении мы все и работаем. Уже в течение более года я работаю с экологами Байтак-Балашат, участвую в посадках, пытаюсь объединить людей в борьбе за сохранение городской среды нашей столицы. И еще раз повторюсь, без партии это будет сделать трудно. Құрметті ағайын, әріптестер, осымен біз бүгінгі ұйымдастыру комитетінің отырысы бітті деп санаймыз. Енді кезекте құжаттарымызды түгел Әділет министрлігіне өткіземіз. Халықтық экологиялық партия жасасын! Рахмет барлық шағыңызға.